Әсем Ақтөремен ажырасу себебін және қол көтеруі жайлы ашы шындықты жайып салды. Күтпеген жағдай орын алды. Ақтөре мен Әсемнің арасындағы дау күн сайын ушығып кетті. Ақтөре мен Әсемнің ажырасқаны туралы стористер, бір-бірі жайлы айтылған ашы ақиқаттарды желі қолданушылары қайып деп ойлады. Олардың ажырасып екі жаққа кеткеніне ешкім сенбеді. Бірақ соңғы кездері Ақтөре Әсем туралы күтпеген мәлімдемелер жариялады. Әсем де Ақтөренің қол көтергені жайлы жайып салды. Тіпті Ақтөре Әсемнің телефонын сындырғаны туралы айтып, Әсем қызымыз жылап жіберді. Әсем, біріншіден мен қит болған видеоны салған кезде Ақтөре деп айтпағамын. Соның кесірінен маған кит жаздыңдар. Ол да дым білмейтін адамдай макияж деді. Бірақ бәрін өзі жасағанын өте жақсы біліп тұр. Тұрмысқа шығуға дайын емес дейді. Әрине мұндай өмірге лайық адам емеспін. Айдаладағы біреудің таяғын жеп, аузына келген сөзін айту үшін өсірмеді мені үйімдегілер. Соңына дейін өзгереді деп күттім. Бірақ ештеңе өзгермеді деп көзіне жас алды Әсем. Сонымен қатар Әсем қызымыз көрермендердің көкейінде жүрген сұрақтарға жауап берді. Жұмка тәтенің алтындары және сырға жайлы да ел естімеген ақиқатты жайып салды. Осы кезге дейін пайдаланып келдің деп жазып жатқандар бар екен. Бір жағынан күлкім келеді. Пайдаланатындай маған машина үй алып берді ма не? Телефон алып берді. Себебі менің ұстағаныма бір жыл болмаған 14 Pro Max'ымды сындырып тастады. Алтындарының бәрі өзіне қайтқан давна. Оны уайымдамаңыздар. Квартирамды осы кезге дейін өзім төлегенмін. Ол жай ғана қыздар арасында отқанда оны көтеру үшін айтылған әңгіме еді. Дебағынан жарылды Ақтөренің сырғалым атанған экс-жұбы Әсем. Еске салайық, Әсем мен Ақтөре арасындағы дау әлі де ушығып тұр. Ал желі қолданушылары арасында да Әсем мен Ақтөре жайлы қызу пікірталас тудыруда.